Соңғы күндері қазақстандық әлеуметтік желілерде белгілі әзілкеш, шоумен және театр жетекшісі Тұрсынбек Қабатовтың денсаулығына қатысты әңгімелер жиі талқыланып жатыр. Бұған себеп жуырда өткен бір тойда түсірілген суреттердің желіге таралуы болды. Сол фотосуреттерде өнер иесінің басында өзгеріс бар екендігі көзге бірден түскен. Желі қолданушыларының қырағысы суреттерді мұқият қарап, Қабатовтың басына ота жасалғанын аңғарып, түрлі пікірлер қалдырды. Кейбірі: Тұрсынбектің басына не болған? Басының жартысы жоқ сияқты ғой. Өзі қыста өткен концертінде бас сүйегінің жартысын алып тастағанын айтқан еді. Ем болсын, тезірек сауығып кетсін деп жазды. Бұл пікірлер мен болжамдар көп ұзамай желіде қызу талқыланып, ел арасында түрлі сыбыстар тарай бастады. Бірі ауыр жарақат алды деп ойласа, енді бірі қауіпті ауруға шалдыққан болуы мүмкін деп жорамалдады. Алайда шын мәнінде Тұрсынбек Қабатов бұл жағдайды еш жасырмай, өзі сахнада ашық айтқан. 6 шілде күні Астана күніне арналған мерекелік концерт барысында ол басына жақында жасалған операцияның мән-жайын жеткізді. Оның айтуынша, дәрігерлер миында тромб анықтап, сол себепті бас қақпағын, яғни бас сүйегінің бір бөлігін уақытша алып тастауға мәжбүр болған. Әзілкеш бұл жағдайды ауыр қабылдаудың орнына өзіне тән жеңіл әзілмен былай деп жеткізді: жақында басыма операция жасаттым. Тромб болып қалып, басымның крышкасын алып тастады. Қазір міне, алдарыңызда жарты бас болып тұрмын. Кейде бір нәрсені қайта-қайта айтып қойсам, түсіністікпен қараңыздар. Осы сөзімен ол бір жағынан халықты күлдіріп, екінші жағынан өзінің жағдайына аса алаңдамауға шақырды. Дегенмен оның қазіргі түрін көрген жанкүйерлер әлі де уайымдап, тезірек сауығып кетуін тілеуде. Тұрсынбек Қабатовтың отбасы жайлы тараған қауесеттер. Соңғы айларда әлеуметтік желіде белгілі әзілкеш, театр жетекшісі және шоумен Тұрсынбек Қабатов пен оның жұбайы, продюсер Мөлдір Мұқанова жайлы түрлі әңгімелер тарап, көпшіліктің назарын аударды. Желіде екеуінің ажырасып кеткені жөнінде қауесет пайда болып, бұл тақырып қызу талқыланды. Бірқатар қолданушылар Мөлдірдің соңғы кездері қоғамдық шараларға жалғыз қатысып жүргенін байқағандарын айтып, осыны ажырасудың белгісі ретінде бағалады. Сондай-ақ кей пікірталастарда Тұрсынбектің жеке өміріне қатысты негізсіз болжамдар да айтылды. Алайда жұптың ешқайсысы бұл қауесеттерді ресми түрде растаған жоқ. Мөлдір Мұқанова бір сұхбатында тікелей қойылған ресми түрде ажырастыңыздар ма деген сұраққа: мен бұл сұраққа жауап бермеймін деп шештім. Бәрі жақсы. Еш алаңдамаңыздар. Бұл менің жауабым. Бізде бәрі жақсы деп жауап берген. Оның бұл сөзі жанкүйерлерге жұптың қазіргі қарым-қатынасы жайлы нақты ақпарат бермесе де, олардың өзара сыйластықты сақтап отырғанын аңғартты. Сонымен бірге Мөлдір Мұқанова шығармашылық жобаларда белсенді болып, ән орындау, жаңа бастамаларды іске асыру сынды жұмыстарын жалғастыруда. Бұл да кей адамдардың олар бөлек кетті деген ойына себеп болған болуы мүмкін, бірақ шын мәнінде бұл тек кәсіби қызметке байланысты жағдай.